сіз айтып отырған игілік бағдарламасы да, береке бағдарламасы да тек импортқа бағытталған. Бұндай мөлшерлемеменен ешқандай банкте 7 жылға кредит алу мүмкін емес. 85% мынау кредитке алып атқан кепілдік береміз. Неге отандық асыл тұқымды біздің ірі қараларымызды, ұсақ малдарымызды қолдамасқа? Отандық мал шаруашылығының дамуына біз бүкіл жағдай жасап тұрмыз деп айта аламыз. Жалпы шектеудің себебі мен салдарын сіздер сараптадыңыздар ма? Біздер осы шектеудің арқасында Қазақстан ол аурудан аман-есен өтті. Ешқандай мемлекет экспортқа ауладан мал сойып экспорттамайды. 1 килограмм еттің әділетті бағасы қанша болу керек? Салық төлеп отырмын деген сөз бекер ол. Бұл да бір бизнес. Мал дәрігерлерінің еңбек ақысы баяғы жартас сол жартас өспеген. Ветеринарлық біздің лабораториялардың ең соңғы алған құралдары 2008 жыл болды. Ал Ресей мен орталық Азия билігі мал ауруының бір шынайы бейнесін қазір жасырып отырған сыңайлы. Иесіз жүрген мал жолға шығып кетіп жатыр. Жол апаты тап болып адамның өмірін де қиып жатыр. Оны неге айтпайды олар өздері? Осы Қостанайда 2,5 миллиард теңге субсидия қаражатын қолды қылған 30 адамға сот үкімі шықты. Соңғы тек 2 жылдың ішінде 23 субсидияны алып тастадық. Соңғы 3 жылда үкіметтің осындай қолдауының арқасында біздер 44 мемлекетке жаңағы өзіміздің өнімізді экспорттауға мүмкіндік алдық. Ветеринария саласындағы басшылар 1 миллиард теңге көлемде қаражатын жымқырғаны анықталды. Бұған қандай пікір білдіресіз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызды Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми YouTube каналы Агротолк сұхбат алаңы. Оның жүргізушісі мен журналист Қайнар Жұмағожа. Достар, біздің сұхбат алаңында өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин. Аманғали Бейсенбайұлы, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Енді бәрінен уақыт қымбат. Сұхбатымызды бастамас бұрын уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Мемлекет басшысының тапсырмасымен өздеріңіз енді министрлік тарапынан мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспарын әзірледіңіздер. Қазір кешенді жоспар жүзеге аса бастады. Оның ішінде береке бағдарламасы мен игілік бағдарламасы шаруаларға жол тартты. Енді тікелей осы жерде бірінші сұрағым мынандай болып отыр. Жалпы осы екі бағдарлама біздің шаруаларымызға қаншалықты қолжетімді? Себебі бұны сұрап отырғанын өзіңіз жақсы білесіз ғой, мына кепілдік мәселесі. Ол біздің отандық фермерлердің көбінің несие алуына кедергі болып отырған басты фактор. Бұл мәселені қалай шешіп отырсыздар? Өздеріңіз білесіздер, 2016 жылдан басталған сыбаға бағдарламасы 2020 жылы аяқталды. Содан кейін мал шаруашылығын дамыту үшін ешқандай мынау кредиттік өнім болған жоқ. Яғни айтайық, мал шаруашылығы өзіндік 3-4% менен мынау төлдерменен өзі өсімді алып келе жатырды. Бұл әрине мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын министрлігін бұл жағдай алаңдатады. Сондықтан үкімет осы бізге тапсырма беріп, үлкен кешенді мал шаруашылығын дамыту 2026-30 жылға жоспар дайындалды. Енді жоспарды орындау үшін әрине біздер кредиттік жеңілдетілген бағдарламаларды іске қосуға мәжбүр болдық. Енді айтайын мен 6% бенен 7 жылға қазір игілік және береке бағдарламасымен кредит өнімді іске қостық. Наурыз айынан бастап бұл жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда
үкіметке рахмет айтуымыз керек. Бұндай мөлшерлемеменен ешқандай банкте 7 жылға кредит алу мүмкін емес. Сондықтан бұған қосымша біз мал шаруашылығында жұмыс жасап жатқан және мынандай, мен осы бағдарлама ашылды бүгін, сосын сол бағдарламаға барайын да мал алайын дейтін адамдар көп емес. Оның бір дәлелі, біз қазір бүгінгі таңда жұмыс жасап жатқан Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесіменен біз 2,5%-бенен 10 жылға сүт тауарлы фермаларды ашуға, ірі инвестициялық мынау ауыл шаруашылығында бағдарламаларға біз жеңілдеткен кредит беріп жатырмыз. Бірақ оны алып отырған көптеген болмайтын болса шеретте тұрған адам көріп тұрған жоқпыз. Себебі бұл ауыл шаруашылығы, мен айналысатын адамның шаруасы өте қиын. Бұнда өзінің базалық заттарың болу керек, айналысатын болсаң. Біріншіден, мал азығы сенде дайындайтындай мүмкіндік болу керек. Оған жай даладағы шөптен жинауменен мал асырау деген сөз ол оңай емес. Сондықтан қосымша арпа егуің керек. Болмайтын болса, 1 жылдық малдың шөбін егуің керек, азығын егу керек. Сондай шаруалар көп. Оның сенің осымен айналысатындай қасында жақын әріптестерің болу керек, өзіңнің соны қолдайтын, өзіңмен бірге сол шаруашылықты алып жүретіндей. Өзінің техникаларың болу керек осы шаруаны айналысу үшін. Сондықтан біздер қазір осы бағдарламаны да жіберіп жатырмыз. Енді осы бағдарламада бірінші сол мал шаруашылығымен айналысып жатқан шаруалар өздерінің шамасы жететіндей, жаңа мен айтқандай төменде айтатқан жағдайы бар адамдар осы бағдарламаны алып, қаражатты алып, әрмен қарай өзінің шаруашылығын дамытса деген мақсатта. Екінші бір ойлап жатқан мақсатымыз, Қазақстан Республикасында 112 ірі шаруа мен ауыл шаруашылық егіс шаруашылығымен айналысып жатқан шаруашылықтар бар. Олар 20 мыңнан жоғары егіспен айналысады. Бірақ президентіміз Ақмола облысындағы былтырғы ауыл шаруашылық салаларының қызметкерлерімен кездесуде тапсырма берді. Шаруашылықтың басшылары 12 ай өзінің жұмысшыларына жұмыс тауып беру керек деп. Жаңағы көктемде егіп, содан кейін кетіп қалып, шаруашылықтағы адамдар көктемге дейін, келесі көктемге дейін қыстай жүреді, олай болмау керек. Ол 12 ай сол өзінің отбасын асырайтындай жағдайда болу керек деген тапсырма берді. Соған байланысты біздер қазір сол 111 шаруашылықпенен сөйлесіп, оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қазір соның 56-сы осы бағдарламаға қатысып, осы мал шаруашылығын дамытуға өзінің ниеттерін көрсетіп жатыр. Себебі олар дайын, жаңағы карбовой базасы бар, мал азығынан дайындайтын, олар ешкімнен ертең іздеп жүрмейді. Сондықтан бұндай шаруашылықтарда қосылып жатыр да осы бағдарламаға. Енді біздер жайлау дейтін де бағдарламамыз бар. Ол мынау бірыңғай кредиттік осы өнім іске қосылады. Ол мынау жайылымдарды біздің Қазақстандағы соны жаңағы пайдалану, тиімді пайдалану мақсатында жасаған бағдарлама. Оған ол кредитке олар суландыру мәселесіменен жаңағы пайдаланады. Оған өздері мобильдік вагондарды сатып алады. Оған өзге ілеспе тағы да бір шығындар болса, соны қаржыландырылады. Сондықтан біздің бұл бағдарлама негізі тек қана малдың санын өсіру емес, біздер өзіміз осы бағдарламада айтып жатырмыз ғой, ірі қараның малды қазір 8 миллионнан
12 миллионға жеткіземіз 2030 жылға дейін деп. 20 миллионнан астам қазір ұсақ малымыз бар, соны 28 миллионға жеткіземіз деп. Қазір 5 миллионға жуық біздің жылқымыз бар, соны 7,5 миллионға жеткіземіз деп жатырмыз. Тағы да басқа. Енді мал шаруашылығы дегенде тек қана оған осы айтып отқан тек қана мал кірмейді. Біздерде ол үлкен көлемінде, оның ішінде құстың шаруашылығын дамыту барлығы бар. Бұл жерде ара да кіреді біздің мал шаруашылығына, оған маралдарымыз да кіреді. Жаңағы Шығыс Қазақстан облысында жүрген, онда ойлануымыз керек. Сондықтан көп енді шаруашылықтың, мал шаруашылығы дегенде соның бәрін біздер дамытуымыз керек. Ал енді соны ойластырып жатқан уақытта үкіметтің бір тапсырмасы осы кепілдікке байланысты да бізге көтерілді сұрақтар, қалай боламыз деп. Сондықтан ауыл шаруашылығының министрлігінің ұсынысын қабылдады. Біз қазір даму менен 85% мынау кредитке алып жатқан кепілдік береміз. Яғни айтқанда 15% жаңағы өзінің кепілдемесі болса, қалған бәрі үкімет оған гарантиясын беріп тұр даму. Сондықтан бұл да үлкен, біздер ойлаймыз, бағдарламаның үлкен бір жақсы жағы деп. Екінші мәселе, бұдан басқа біздер 5% мөлшерменен мына айналым қаражатын беріп жатырмыз. 104 миллиард сом ақша. Яғни айтқанда 15 айға олар мал азығын сатып алуға болмайтын болса, ветеринарный препараттарды сатып алуға болмайтын болса, басқа да шығындарын өздері алу үшін ондай мүмкіншілікті біздер беріп отырмыз. Бұл да бүгінге дейін бұндай жеңілдіктер болған жоқ. Осының барлығы біздерде ертең осы үлкен мал шаруашылығын дамуына үлес қосады деп сенімдеміз. Сіз айтып отырған игілік бағдарламасы да, береке бағдарламасы да тек импортқа бағытталған. Неге отандық асыл тұқымды біздің ірі қараларымызды, ұсақ малдарымызды қолдамасқа? Олай деп айту біріншіден қате шығар. Себебі өзіміздің отандық өнімдерді, мына айтайық, мал шаруашылығы біз қолдап отырмыз. Біріншіден қазір субсидиясын егерде асыл тұқымда бұқа болмайтын болса, асыл тұқымда мал сатып алатын болса, өзіміздің ішкі нарықта ол 260 мың теңгеге дейін субсидияны өсірдік. Егерде сүтті бақытта асыл тұқымда мал сатып алатын болатын болса, осы Қазақстанның ішінде шаруашылықтар бірін-бірінен оған 350 мың сом ақшаға дейін субсидияны көбейттік. Бұдан басқа 5%-дық мөлшерлемемен 15 айға дейін біздер жаңағы айналым қаражат беріп жатырмыз. Бұның барлығы отандық мал шаруашылығының дамуына біз бүкіл жағдай жасап тұрмыз деп айта аламыз. Ал енді сырттан келетін малды жөнінде айтатын болсақ, ол енді жоғары өнімді, генетикасы мықты малдарды біз алып келуіміз керек. Себебі біз мына тек қана өзіміздің малдағы, Қазақстандағы бар малдың төліменен ғана өсу бізге қойып тұрған талапқа сай біз ондай қамтамасыз ете алмаймыз. Сондықтан сырттан мал әкелуіміз керек. Себебі сұраныс өте көп сыртта біздің қазір мынау біздің қазақстандық етке, оны біз қамтамасыз ете алмай жатқанымыз, біз сырттағы сұранысты жаңағы көріп отырмыз. Сондықтан біз екі жақта да, екі бағытта да ойлап отырмыз. Сырттан келіп жатқан малды да, ішкі өзіміздің малды да жаңа өсіру мақсатта осы бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Жалпы енді осы жерде бір заңды сұрақ туындайды, Аманғали Бейсенбайұлы. Кешенді жоспардың жалпы көксегені не? Ет экспортын ұлғайту ма, әлде мал басын арттыру ма? Бізде бұл тек қана малдың басын арттыру емес, бұл кешенді бағдарламаның. Мен айтайын сізге, бұл біріншіден мына шығарып жатқан өнімнің сапасын арттыру, көлемін көбейту. Екіншіден біздің мынау шығып жатқан
өнімдеріміздің сапасын жақсарту, экспорттық әлеуетімізді арттыру. Біздің қазір мынау өзге шығып жатқан өңдеу кәсіпорындардың өзінің жаңағы қуаттылығына сай біз оларға жаңағы азық беру, сырье беруіміз керек. Осының барлығы осы бағдарламада қамтамасыз еткен, біз сан қуып отқан жоқпыз. Біз жалпы ішкі нарықты қамтамасыз етуді көбейту, ұлғайту. Осының барлығы осы бағдарламада қамтылған. Жақсы, енді өзіңіз жақсы білесіз, мына әлемде бір алай-дүлей кезең болып жатыр ғой. Оның ішінде мына мемлекеттердің арасында текетіресті былай қойғанның өзінде ветеринариялық қауіпсіздік мәселесі де күн тәртібіне қайта көтеріліп отыр. Осы орайда сізге келесі бір сұрақ, мына фермерлеріміз асыл тұқымды ірі қараны қай мемлекеттен алып келу керек? Белгілі бір бағыттарыңыз бар ма? Дұрыс, енді қазіргі бірінші өзіміздің ойымыз негізгі мына эпизоотиялық ахуал тұрақты елдерден әкелуіміз керек. Жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз. Мысалы? Сондықтан мысалы Европа елдерін айтуға болады. Біз Германиядан қазір, Дания деген мемлекеттерден әкеліп жатырмыз. Сол сияқты мынау Австралияны айтуға болады, оңтүстік Американы айтуға болады. Сондықтан біздер енді оны қарастырып жатырмыз. Таяуда осы Бразилия еліне сапар ұйымдастыру жоспарлануда. Сондықтан ол жердегі біздің мақсатымыз Бразилияға барып мал шаруашылығының саласындағы озық тәжірибелермен алмасу. Яғни айтқанда ірі қара мал шаруашылығы қалай дамыту, болмайтын болса асыл тұқымды мал өсіруменен және мал селекциясын жұмыстары қалай жүріп жатырға жұмыстарын қарау. Болмайтын болса ветеринарлық қауіпсіздікпенен мал ауруларын алдын алу, және мынау ет, сүт өнімдерінің өндіру және өңдеу технологияларын қарау деген сияқты. Бұлардан Бразилиядан әрине мал азығын дайындау менен жайылымдық жерлерді тиімді пайдалану бағыттар бойынша тәжірибе алмасу жоспарымыз бар. Сондықтан бұл жерде кездесу барысында тек қана бір мемлекеттік органдардың менен кездесу емес, біздер ғылыми зерттеу ұйымдарыменен мынау жетекші агро осы құрылымдардың басшыларыменен барып көріп танысу істеп жатқан кәсіптермен екі жақты ынтымақтастықты дамыту, бірлескен жаңа жобаларды іске асыру, сосын әрине енді инвестициялық мүмкінділігін талқылау, осы жаққа тарту мақсатында. Осындай қазіргі жоспарымыз бар. Жақсы, енді қазақ айтады ғой, темірді ыстығында соқ деп. Әңгіме ауаны ет экспортына келгеннен кейін, мына бір фермерлердің көкейінде жүрген сұрақты сізге қоймауыма менің құқығым жоқ деп ойлаймын. Жалпы қазір өзіңіз білесіз, мына ет экспортына шектеу деп айтамыз ба, әлде квота енгізіп отырсыздар экспортқа шығаруға? Бұл қаншалықты дұрыс? Бұған қалай жауап бересіз? Себебі көптеген фермерлер наразылығын білдіріп жатыр. Неге шектеу қойып жатыр деген секілді. Жалпы шектеудің себебі мен салдарын сіздер сараптадыңыздар ма? Бірінші біз былай айтайық, шектеудің мәселесі жаңағы еттің бір жетіспеушілігінен емес. Біріншіден біздер ветеринариялық мәселелерді қараймыз. Себебі мынадай жағдайға тап болды Қазақстан. Мына жаппай бүкіл елдерді аралап машиналар, анау бір 7 айлық, 8 айлық бұзаудан бастап өзінің жаңағы тиісті контингент емес, мына Бордақылау ауылында тұрған, аулада тұрған малдардың барлығын жаппай алып келіп, оның салмағына қарамай сойып, анау ветеринарный площадкалерде сойып, алаңдарда, ветеринарлық пункттерде сойып,
барлығы сол шетелге, мынау көршілес елдерге сол экспорттауды бастады. Ол ветеринария талаптардың өрескел бұзуға әкелді деуге болады. Оның барлығы ешқандай мемлекет экспортқа ауладан мал сойып, болмайтын болса ветеринарный жаңағы алаңнан сойып, площадкадан убойный мал соятын алаңнан сойып экспорттамайды. Оған тиісті жаңағы тіркелген номері бар, мынау ет комбинаттарына экспорттайды. Сондықтан осының барлығын біздер көрдік. Екіншіден, сұраныс жоғары болғаннан байланысты шығар, осының барлығы тәртіпсіздіктің барлығы орын алған. Сондықтан біріншіден біз осындай шектеуді қабылдадық. Бұл шектеудің қабылдауы өте орынды үкіметтің жасағаны деп мен есептеймін. Себебі соңғы желтоқсан айынан бастаған осы қолайсыз жағдайлар айналамыздағы көрші елдерде осын көрсетті. Жаңа қозғалыстың, бүкіл малдың шектеусіз қозғалуы, соның барлығы алып келіп та осындай жағдайлар олар тап болды. Біздер осы шектеудің арқасында Қазақстан ол аурудан аман есен өтті. Егер де біз бұны тоқтатпағанда, мына көрші елдерде болып жатқан жағдай біздерде болуы мүмкін еді. Сондықтан бұл үкіметтің шешімі, мен тағы айтайын, бұл өте орынды болды. Соның арқасында біз қазір ондай жаңағы жағдайға түскен жоқпыз, аман есен келе жатырмыз. Екінші мәселе, біз өзіңіз білесіздер, қаңтар желтоқсан айларында 2025 жылы ішкі нарықта ет бағасы 26%-ға өсті. 3400 теңгеге дейін өсті. Сондықтан біз негізі ішкі нарықта гөлі толық қамтамасыз етпей, сыртқа сұраныс бар екен деп жібе беруімізге де дұрыс емес. Ол екінші себеп болды. Енді экспортты келетін болатын болсақ, экспорт былтырғы жылы 40%-ға өсті. 31 мың тонна тек қана біз ірі қара етін экспортталдық. 12 мемлекетке. Енді жалпы квотаны енгізгенше дейін 51 мыңнан бастан жоғары біз жаңағы бордақылау алаңдарынан өзіміз тірілей малды жібердік. Оның барлығы үлкен экспорттық әлеует, үлкен экспорттық мүмкіндіктерді біздер артық өзіміздің пайдаландық. Сондықтан осының барлығы бізге себеп болды осындай жағдай қалып келуге. Енді қазіргі жағдайда біздерге үкіметтің тапсырмасына сәйкес мынау кәсіпкерлердің өз сұранысына байланысты жеңілдеттік. Бұл жаңағы талаптарды, себебі қазір 500-ден бастап егерде сен бордақылау алаңы болса, өзіңіздің соятын ет өңдеу комбинатыңыз болатын болса, онда сіз экспорттауға мүмкіндік алдыңыз. Екінші мәселе, егерде сіздің 5000 бас бордақылау алаңыңыз болса, егерде өзіңіздің бір сыртқы елдегі компанияларыңызбен келісім шарттарыңыз болатын болса, онда осы кез келген тіркелген ветеринариялық жағдайы бар ет комбинатындарды сойып, сол жерге экспортталасыз. Енді қазір 20 мың тонна деген квота бар, қазіргі жағдайда 20 мың тонна деген ол өте, мен айтып отырмын, өте әлеуетті жоғары квота ғой. Біз енді былтыр 31 мың тонна шығаратын болсақ, бір жылда біз жарты жылға 20 мың тонна қойып тұрмыз. Ол квота деген, егер де оны 20 мыңды біз қазір орындасақ, оны әрмен қарай жаңағы ұлғайтуға болады. Бірақ бүгінгі таңда сол 20 мыңның 3 ай өтті 6 мың тоннасын шығардық біздер. Сондықтан бұл
квота бұған ешқандай бізге не болып тұрған жоқ, кедергі болып тұрған жоқ. Мысалы қойға да біз жаңағы квотаны қойып тұрмыз. 126 айға 120 мың бас қой малын шығаруға болады деп тұрмыз. Біздер ешқашанда ондай малды шығарып жатқан жоқпыз, бірақ квота сол 120 мың 6 айға деген басқа деген тұр, бірақ оны біз сол 6 айда шамамызбенен бір 50 мыңдай 45 мыңдай шығарып отырмыз. Сондықтан ол квотаға ешқандай бір бұл қашанға дейін созылады жалпы? Біз енді қазір өзіміздің қарап немізді жағдайымызға байланысты қараймыз. Біріншіден тағы айтып отырмын, бізге тәртіп болу керек. Екіншіден таза жаңағы нарыққа шыққан уақытта, екіншіден ішкі өзіміздің баға өспеу керек. Жақсы. Енді ойды ой қозғайды ғой. Бағанаға өзіңіз айттыңыз, ет бағасы бір көтеріліп, қараша халық бір өре түрегелгені әлеуметтік желіде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, көрдік, білдік. Ал енді шаруаларымыз керісінше еттің бағасы арзандығына наразы. Жалпы сіздің ойыңызша 1 килограмм еттің әділетті бағасы қанша болу керек? Енді былай деп айтайық, мына 2026 жылдың осы 3 айында мына сүйексіз еттің бағасы 0,5% ғана өсті. Егерде сүйегі бар еттің бағасы бүгінгі таңда 2%-ға жоқ тек қана өсті. Сондықтан бұндай жағдай бізді қазір бір алаңдатып тұрған жоқ. Мына баға өсіп жатыр, сондықтан бағаны түсіруіміз керек деген біздерде ешқандай ой жоқ. Енді бағаны негізгі мынау еттің өзіндік құны шешеді. Қалай жаңағы шаруа қожалықтары жұмыс жасап жатыр. Оған енді жаңа жоғарыда мен айттым. Бұл да бизнес. Мал шаруашылығы жаңағы мен мал шаруашылығымен айналсам, себебі мен мына мал өнімдеріменен қамтамасыз етейін деп едім. Сондықтан мен бәленбай жұмысшы орынды ашып отырмын. Мен жаңағы бәленбай жаңағы салық төлеп отырмын деген сөз бекер ол. Бұл да бір бизнес. Үкімет қазір 80% салықтан жеңілдік беріп тұр. Ауыл шаруашылығы саласында қызмет ететін фермерлерге, шаруаларға. Жаңағыдай кредиттік жоқ өнімдерді 2,5% бенен, жаңа 5-6% бенен кредит беріп жатыр. Оның барлығы жеңілдік емес. Сондықтан бұл жерде сол осы салада айналысатын адамдар, оларда өзінің есебі болу керек. Ол есептеу керек. Егерде өзіндік құны өсіп кететін болатын болса, егерде сен нарықтағы бағадан қазіргі одан сен шығарып жатқан өнімің жоғары болатын болса, әрине сенің жаңағы шығарып жатқан өнімді ешкім алмайды. Сондықтан барлық жерде есеп керек. Біздерде қазір жасыратын жоқ, біз енді көріп жатырмыз. Осының барлығын біздер жасап жатқан уақытта ветеринария қауіпсіздікті қаншама жасап жатырмыз. Үкімет қаншама қаражат бөліп жатыр. Жаңа айтып отқан осы мал шаруашылығын дамытуға кредиттік өнімдерді беріп жатырмыз. Ал егерде біз басқа жағынан келетін болсақ, оның барын біздерде өкінішке орай мал шаруашылығы менен жеке қосалқы шаруашылықтар мал ұстап отқандар ешқайсысы оны айтудан жаңағы айтудың орнына айтпайды да, оның орнына жаңағы менің малым жаңағы өрісте жоқ болып кетті, менің малым қолайсыз ауа райы болды да сол шығын болған деп айтады. Оның барлығы біздерде малды ұстаған келетін болса, сенің де жауапкершілігің болу керек. Сен ветеринариялық шараларды өткізу үшін өзің келіп
ветеринарларға келіп есепке тұру керек малды жаңағы сырғалауың керек. Оның сонда ғана ол жаңағы ветеринар сенің жаңағы аса қауіпті ауруларға байланысты егу жұмыстарын жүргізеді, малды қарайды. Иесіз жүрген мал жолға шығып кетіп жатыр. Жол апаты тап болып адамның өмірін де қиып жатыр. Оны неге айтпайды олар өздері? Осы мәселе жөнінде менде де біздер айтып жатырмыз, заңды бұл мәселе жөнінде қатайтуымыз керек. Бір жақты мал шаруашылығымен айналып жатырмын, мен азық түлік қамтамасыз етіп жатырмын деген сөз айтпауымыз керек. Бұл да бизнес. Сондықтан біздер өзіміздің де жауапкершілігімізді қарауымыз керек, әркім егер де мал ұстайтын болсақ, деп мен ойлаймын. Жақсы. Енді президент пәрменімен ветеринария саласын қазір жетілдіру бойынша кешенді жоспары әзірленіп жатқанын жақсы білеміз. Болашақта ветеринарларды қандай реформа күтіп тұр? Біздің президентіміз өте дер кезінде мықты тапсырма үкіметке берді. Себебі жүйелі жұмыстар атқарылып келе жатыр. Біздер әуелі мал шаруашылығы 2026-2030 жылға жоспарымызды бекіттік, қабылдадық. Ал ветеринарийсіз, малдың қауіпсіздіксіз, онда мал шаруашылығы дамуы мүмкін емес қой. Соған байланысты берген тапсырманы қазір біздер жоспарды өзіміз жасап жатырмыз, Ауыл шаруашылығы министрлігі. Біріншіден, осыдан 2023 жылы 235 ошақ аса қауіпті тіркелді. Былтырғы 2025 жылы 111 ғана ошақ тіркелді. 53% аса қауіпті аурулар жаңағы түсті. 2023 жылы 2300 ветеринарный ауылдағы, аудан орталығындағы ветеринарный пункттардың тек қана 553 ғана мемлекеттің болды. Қалғанның барлығы арендадан біреудің сұрап алған отырған болды. Болмайтын болса 1200-200-ден жоғарысы мына әкімдіктің бір бөлмесінде отырды. Қалай мысалы ветеринарлық шараларды әкімдіктің бөлмесінде жасауға болады мысалы. Сондықтан ветеринарлық біздің лабораториялардың ең соңғы алған құралдары 2008 жыл болды. Содан кейін лаборатория құралмаған. Онымен қалай біз өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ете аламыз, егерде өзіміз келіп жатқан өнімдердің сапасын тексере алмайтын болсақ. Үкімет үлкен жұмыстар жасады. Қазір мен біреулер жаңағы сарапшылар көп болса отырып алып баяғына айтатын, өздері қазір жұмыста емес, баяғыда бұл саладан кетіп қалған, бірақ отырып ананы неге істемейміз, мынаны неге істемейміз дейді. Енді мен сізге айтайын, қазір лабораторияны соңғы 2 жылда сол жабдықтау үшін 3,8 миллиард теңгеге ең соңғы анау сұйықты хроматографтар алып берді, жоғары тиімді лабораторияларға. Олар еттің ішінде қаншама 70 түрлі антибиотик егілді ма, егілген жоқ па, қаншама бар екен соныға дейін көрсетіп береді. Жалпы 320 көрсеткіштерді айтып беретіндей хроматографтар алдық. Биыл тағы да 5,5 миллиард сом ақша соған бөліп жатыр. Яғни айтқанда біз қазір келетін бермен қарай өнімдердің барлығын өзіміз сапасын қаралатындай қол жетті. Жаңағы айтқан бүкіл арендада отырған ветеринарный врачтардың, жаңағы бір бөлмеде отырған врачтардың барлығына үкімет 66 миллиард сом ақша беріп, қазір 2 жылдың ішінде бүкіл ветеринарный пункттерді салып беріп жатырмыз. Ветеринарный пунктті салу деген не деген сөз? Ол ветеринарный врачтың өзі, жаңғыз өзі сарай жағаламайды. Әркімнің сарайын жағалап, оның қай жерде жаңағы өзінің қауіпсіздігі жаңағы қиын, өзінің қауіпсіздігіне қамтамасыз ете алмаймыз.
Сондықтан ол жерде раскол бар. Ол жерде фиксатор бар. Ненің жаңа салып берген ветеринарный пункттың қасында. Жағдайды жылдам жасайды. Жаңағы учетты сол жерде учет жасауға мүмкіндігі бар. Яғни айтқанда осының барлығы үлкен бір біздерге мүмкіндік берді. Мен сізге айтайын, қазір оның біреуі біледі, біреуі білмейді. Біздер мына дүниежүзілік жануарлар саулығын сақтау ұйымы бар. Барлық 183 мемлекет ол жерге кіреді. Сол жерден барлығын шектеулерді қойып отырады олар. Болмайтын болса жаңа шектеулерді алып тастап отырады. Басқа бір елге импорттайын десең, олардың шектеулері тұратын болса, сен ешқайыққа өзінің өніміңді экспортталмайсың. То есть импорт емес, экспортталмайсың. Себебі олардың рұқсаты болмаса. Сондықтан біздер міне шошқа африкалық обасынан құтылдық. Қазір біздер мәртебесін алдық. Жылқы африкалық обасынан жаңағы біздер мәртебе алдық. Жаңағы таза деген ресми түрде. Шошқаның классикалық обасының мәртебесін алдық. Құстың жоғарғы патогендік гриппке, тұмауына байланысты біз декларациясын ВОЖ бізге жариялады. Қазақстан бұдан жаңағы не деп. Қазір ауысыл бойынша бүгінгі таңда оңтүстік пен шығыс өңірлерінде ғана біздің неміз бар еді, жаңағы сау жаңағы декларациямыз. Енді биыл жалпы қазір жұмыс жасап жатырмыз, толайым Қазақстанға сондай декларацияны алу үшін. Бұның артында бізге экспорттың әлеуетін ашуға мүмкіндік беріп жатыр. Соңғы 3 жылда үкіметтің осындай қолдауының арқасында біздер 44 мемлекетке жаңағы өзіміздің өнімізді экспорттауға мүмкіндік алдық. Яғни айтқанда бұл жүйелі жұмысты жүріп жатқан. Тек қана жай әңгіме емес, жүйелі жұмыс. Сондықтан біздің әрмен қарай жасайтын өздеріміздің жоспарымыз жасалып жатқан ол көп. Себебі үкімет бізді былтыр өздеріңіз білесіздер, шілде айында Олжас Абайұлы әдейі соңғы 15 жылда болмаған үкіметтің отырысын ветеринария саласы жөнінде тыңдауын жасады, отырысын жасады. Көптеген жаңағы біздерге міндеттерді қойды. Сол міндеттердің орындау арқасында біздер біраз жетістіктерге жетіп келе жатырмыз. Бірақ үкіметтің қолдауы енді біз мойындауымыз керек. Бұған дейін ондай қолдау болды ма, болған жоқ па, оны халық куә. Қазір ветеринария саласындағы осы мал шаруашылығында айналысып жатқан азаматтардың барлығы оған куә деп айтамын. Жақсы. Өзіңіз енді мына 2025 жылғы 12 желтоқсанда Сенат қабырғасында өткен брифингте ветеринар мамандардың еңбек ақысы өсетіндігін айттыңыз. Айткенмен әлеу желідегі ақпараттарға сәйкес қазір мал дәрігерлерінің еңбек ақысы баяғы жартас сол жартас өспеген. Бұл қуанышты ветеринарлар қашан көреді? Дұрыс, енді жаңағы жүйелі жұмыстардың ішінде үкіметтің жасап жатқан. Бұл мәселеде қаралып 22 миллиард теңге ақша осы жергілікті жердегі ветеринар мамандарына еңбек ақына бөлінді. Бұл жаңағы қосымша айлық. Мына бүгінгі таңда қазір мәжілісте ветеринария туралы заңға өзгерістер менен толықтырулар жүріп жатыр. Заңда. Сол заң қабылданғаннан кейін сол қаражаттар осы ветеринар мамандарына қолдарына тиеді. Бүгінгі таңда бұл жаңағы жұмыс топтары құрылды мәжілісте. Біз
тек қана жалақы мәселесі жөнінде емес, бұл жерде айта кету керек, оларды киіммен қамтамасыз ету де бар. Оған да 9 миллиард сом ақша қаралған. Бұған жаңағы оқу мына кадрды қамтамасыз ету үшін оларға қазір біздер магистратура ашып жатырмыз, әрмен қарай жаңағы 1 жылдың ішінде әрмен қарай жетілдірсін деп, жаңағы айтып отқан үлкен келіп жатқан соңғы оборудованиялардың бәріне жаңағы бұрынғы білімменен игеріп кету мүмкін емес. Сондықтан біздер әрмен қарай оқыту мақсатында қозғап жатырмыз. Яғни айтқанда үлкен кешенді жоспарда бар. Сондықтан заң қабылданады, сонымен бірге жаңағы жалақылар да өседі. Жақсы. Өзіңіз білесіз, мына Қытайда аусыл ауруы өршіп барады. Ал Ресей мен орталық Азия билігі мал ауруының бір шынайы бейнесін қазір жасырып отырған сыңайлы. Енді бұл бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жатқан ашық әңгіме. Бұған жалпы сіз қандай пікір білдіресіз? Және ең басты сұрақ, осынау індеттің алдын алу үшін Қазақстан билігі қандай шаралар қабылдап жатыр? Біздердің мақсатымыз осы Қазақстанға ауруларды, аса қауіпті ауруларды қорғау. Соған байланысты біздер қазір мынау Ресей Федерациясының мынау үлкен болып жатқан жағдайға байланысты біздер шекараларымызды жаптық. Жаптық, қазір транзитті де тоқтаттық. Себебі өздері оны Ресей Федерациясы қазір өзінің жағдайын дұрыстап жатыр. Сосын жаңа карантиндерін болғаннан кейін жаңағы біздерді әрмен қарай қараймыз андай эпизодиялық жағдайға байланысты. Енді мынау Қытай республикасы, халық республикасы, ол бұған дейін де біз ол шектеуді қойғанбыз. Олар бермен қарай қазір мал өнімдерін бермен қарай өткізіп әкелмейді, импорты болмайды жасауға. Қырғыз республикасына да біз қазіргі жағдайда шекарада мықты жаңағы жұмыстарды жасап жатырмыз. Себебі оларды да біздер шектеуді қойдық. Себебі ол шектеулер бұған дейін қойылған шектеулеріміз бар. Біздер бүкіл жаңағы өтіп жатқан техниканың барлығын дезинфект жасап жатырмыз. Өзіміздің ветеринарлық инспекцияның қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Соның арқасында шығар біздер енді қазір бұл індеттен аманбыз. Өзіміздің профилактикалық істі, эпизодиялық ахуалды іште жасау үшін біздер өзіміздің тиісті жаңағы кезекті вакцинацияларымызды жасап жатырмыз. Сондықтан мынау жаңа жоғарыда айтылған дүниежүзілік жануарлар саулық сақтау ұйымының бізде осы март айында, наурыз айында рекомендациясы келді. Онда мына дүниежүзінде болып жатқан ауруларға байланысты мынау штамм SAT1 дейтін бірді пайдалану керек аусылға қарсы деген рекомендация берді, орындаңыздар деп. Соған байланысты үкімет бізге президенттің тапсырмасына сәйкес қаражатты бөлді. Біз сол штаммды алып келіп, қазір қосымша сол штаммдарды егіп атқанда жайымыз бар. Мынау негізгі ол мынау шекаралық аймақтарда. Бүгінгі жағдайда Қазақстанда эпизодиялық жағдай тұрақты, ауыл шаруашылық министрлігі бақылауында. Жақсы, енді мына саланы цифрландыру бүгінде қалай жүзеге асып жатыр? Цифрландыру мәселесімен айналыспай, жасанды интеллектпен айналыспай қай салада даму мүмкін емес. Сондықтан біздер бұл саланы жаңа модульдерменен, жаңағы тиісті мынау керекті өзімізге цифрландыру бағдарламалармен толықтырып жатырмыз. Мынау етті сойғаннан бастап, тиісті жаңағы жерде сойылатын жаңағы пункттен бастап, сол қай
дүкенге барды, болмайтын болса қай жерде жаңа мемлекеттік органға, мектепке барды ма, болмайтын болса балабақшаға барды ма, болмайтын болса жаңа басқа жерге барды ма, қоғамдық орынға, тамақтандыру орнына барды ма, соның барлығын көріп өтетіндей жүйе жасадық біз қазір. Сол жүйемен қазір бақылап жатырмыз, оны дамытып жатырмыз. Қосымша қазір біз жаңағы берген рекомендацияға сәйкес тағы да біздер бүкіл мына ветеринарный аптектегі рецептпенен беріп жатқан антибиотиктерді цифровой есепке алып жатырмыз. Себебі 56 антибиотиктің түрі бар. Малға, адамға пайдалануға болады да, оны малға пайдалануға тыйым салған. Сондықтан соның барлығын біздер көру үшін әрине бізге цифризация керек. Сондықтан бұл бағдарламаларды біздер жасап жатырмыз, оны есепке алатындай қылып тұр. Және мына жұмысты бір ветеринария жұмысы бір жағынан біздер транзиттік ел болғаннан кейін мынау границадан келген уақытта біздерді мынау көп уақыт алмау үшін тексеруге біз мына көршілес елдерменен өзіміздің мына цифровой жаңағы модульдерімізді, платформаларымызды интеграция жасап жатырмыз солармен, басқа елдермен. Себебі біздер ояқтан шыққан уақытта біздер көріп отырмыз керек. Қандай жаңағы мал өнімі тиелді, қандай машинамен келе жатыр, қандай жаңағы жерге баратыр екен, сонда бізге жұмыс жасауға жеңілдеу болады. Сондықтан біздер қазір бірінші сыртқы елдермен интеграция жасап жатырмыз. Өзіміздің ішкі жаңағы кіріс жаңағы өзіміздің комитетіменен, кеден өзіміздің комитеттермен барлығымен интеграция жасап болып қалдық. Сондықтан бұндай жұмыстар міндетті түрде жүріп жатыр. Жақсы. Енді мына ветеринария саласына қатысты біздің әңгімемізді мына бір сұрақпен түйіндейікші. Жалпы Түркістан облысында өзіңіз білесіз, ветеринария саласындағы басшылар 1 миллиард теңге көлемде қаражатын жымқырғаны анықталды. Бұған қандай пікір білдіресіз? Біздерде бір жаңағы ұғым бар, егерде ветеринария саласы десе, онда барлығы да ауыл шаруашылық министрлігіне қарайды да. Ауыл шаруашылық министрлігінде тек қана инспекция бар. Ветеринария саласында жергілікті атқарушы органдардың ветеринария мамандары сол жергілікті атқарушы билікке қарайды, акиматқа қарайды. Яғни айтқанда бұл мәселе жаңағы сол жергілікті атқарушы органға қарасты Түркістан облысындағы сол ауылдағы ветеринарный пункт мамандары, ауданның мамандары, солар жаңа жіберген қателіктердің арқасында қазір осы мәселені біздің жоғарғы генеральный жоғарғы прокуратураның жаңағы тексерісінде осындай анықталып кемшіліктер, олардың өз тиісті неге жауапкершілікке тартылып жатыр. Бұлар өздерінің жаңағы мынау сатып алу сатында, мемлекеттік сатып алу сатында жіберген кемшіліктері бар. Екіншіден, көп жерде жаңа есептің мысалы болмауы дейміз, малдың есепті, малдың есебін жүргізетін сол жергілікті атқарушы билікке тиісті біздің ветеринарный село округтегі ветеринарный біздің малдәрігерлеріміз солар жүргізеді. Олар ауыл шаруашылығы министрлігіне қарамайды. Олар бізге қарасты емес. Біздер өйткені инспекцияға байланыстымыз. Сондықтан біздің де жаңағы оларға қойып жатқан талаптарымыз, біздің де жаңа айтып жатқан жаңағы қайта жаңағы беріп жатқан жаңағы нұсқауларымыз, беріп жатқан барған сайын жаңағы біз оқыту өткіземіз, соның барлығын біздер түсіндіреміз, бірақ енді өкінішке орай осындай фактор болады. Бұл мынау ауыл шаруашылық министрлігіне тиісті. Жақсы, түсінікті. Енді мынау түйін сұрақ болсын. Жалпы субсидия мәселесі мына сыбайлас жемқорлықтың бір апанына айналған секілді. Енді бұл мен жеке өзімнің субъективті пікірім. Бұлай ойға келуімнің басты себебі өзіңіз білесіз, мына бұқаралық ақпарат құралдарында Қостанайда 2,5 миллиард теңге субсидия қаражатын қолды қылған 30 адамға сот үкімі шықты. Жалпы субсидия дауы саланы реформалау қажеттігін көрсеткен секілді. Қалай ойлайсыз?
Қостанайдағы кәсіпкер, ол өзінің жаңағы ет комбинаты ондай тиісті көлемде жаңағы күніге 1,5 бас ірі қара сойылу керек, егерде сен субсидия алғың келетін болса. Оның Мессан комбинатында ондай қуаттылық болмаған, ол өтірік құжатты тапсырған, сонымен субсидия алған. Сондықтан бұл жерде ол біріншіден 2020 жылы, 22 жыл болған жағдай, соған байланысты біздің министрліктің бұл жерде қатынасы жоқ. Қазір енді біз мына субсидиялардың барлығын соңғы тек 2 жылдың ішінде 23 субсидияны алып тастадық. Соның ішінде айтайын, асылландыру субсидиясы. Өзіңіз білесіздер, Алматы облысында да 1-2 жаңағы шаруа қожалықтары, кооперативтері осы мәселеменен іс қозғалып, қазір тергеуде жүріп жатыр. Сондықтан осындай мәселелердің барлығын біздер қазір 23-ін алып тастадық. Біз тек тиісті жаңағы мынау импорттан тәуелдікті айырылу үшін сырттан келетін жаңағы өнімдерге жаңағы өнімдерді азайту мақсатында ашылып жатқан жаңағы сол үлкен кәсіпорындарға, соларға жаңағы мына болмайтын болса соны қамтамасыз ететін қосалқы біздің кішкентай фермерский хозяйстводан бастап соған өзінің жаңағы сырьесын беретін шаруашылықтарменен соған субсидия беріп отырмыз, тек импортты алмастыру жағдайда. Қалғанның барлығынан біз қазір тазарып жатырмыз. Бізде ауыл шаруашылық министрлігінде қазір жаңағы жай алатын субсидия, болмаса алдын ала төлейтін субсидия жоқ. Біздерде қазір осы тұрғанда қалған субсидия, егерде сіз техника сатып алсаңыз, әкеліп счет фактурасын көрсетесіз, біз сонда ғана субсидия береміз. Егерде сіз тұқым сатып алсаңыз, әкеліп счет фактурасын көрсетесіз, сатып алған жөнінде, біз сонда ғана субсидия береміз. Егерде сіз жаңағы тыңайтқышты сатып алсаңыз, әкелгеннен кейін счет фактурасын бәрін көріп тұрғаннан кейін ғана береміз. Яғни айтқанда, сіз малды сатып алып келсеңіз, сосын ғана береміз. Біздерде субсидия жоқ, жай беретін. Біздер әкелгеннен кейін сен сатып алған өзінің дәлелдеуің керек, сосын ғана беріп жатырмыз да. Сондықтан бұл жерде тағы айтам, мына субсидияның барлығы қазір ауыл шаруашылық министрлікте емес, субсидияның барлығы жергілікті атқарушы билікте, яғни айтқанда мынау ауыл шаруашылық басқармалары береді ғой жергілікті. Сондықтан қате кетіп жатады солардан. Бірақ біздің өзіміздің жаңағы белгілеген ережелерімізде таптүйнақтай қылып тұрып көрсетілген, тек қана алған дүниеге ғана төленетін мөлшері бар. Демек, бұл болған жағдай 2022 жыл болған оқиға ғой? Бұл бұған дейін 2022 жылы болған оқиға. Жақсы, енді қазір субсидияның орнына жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасын күшейтіп жатсыздар. Қазір субсидияның біздер жаңағы 23-тің алып тастап жатқанымыз, басқасын алып тастап жатқанымыз бәріне жаңағы үкіметтің қазір мен манадан бері айтып жатырмын, жасап жатқан жұмыстары көп. Сондықтан бұл да мынау субсидияның орнына жеңілдетілген кредит, бұл дұрыс деп есептейміз. Осы бағытта ауыл шаруашылығы министрлігі жұмыс жасап жатыр. Жақсы, рахмет Аманғали Бейсенбайұлы. Сұхбатымызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұрақтарымызға тұп-тиянақты жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.